Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен өте жеңіл, оңай жасалатын және тез жасалатын құймақты торттың рецебімен бөлісейін деп отырмын. Өте дәмді болып шығады. Бүгін менің жолдасымның туылған күні. Ол бізде құймақ жақсы көреді. Сондықтан оның туған күніне құймақты торт жасап берейін деп шештім. Бізге қажетті заттар сүт, жұмыртқа, ұн, қамыр қопсытқыш, какао, қант және де сұйық май. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны және қантымызды салып, барлығын миксермен болмаса осындай венчикпен жақсылап араластырамыз. Майымызды құйып, үстіне сүтімізді құйып, бізде сүт қандай температурада болғаны маңызды емес, салқын болса да құя беруге болады. Одан кейін бізде мына жерде мен ұнның ішіне қамыр қопсытқыш, какао, ұн барлығын салдым. Жақсылап осылайынан араластырамыз. Себебі барлығы жақсылап електен өтсе, бізде жаңағы құймақтарымыз әдемі болып шығатын болады. Осылайынан аз-аздан сала отырып, жақсылап венчикпен араластырамыз. Барлығы бір қалыпқа келгенше. Мінекей соңғы бөлігін салдым. Біздің құймағымыздың қамыры дайын десек те болады. Осындай сұйық, әдемі болып шығады біздің қамырымыз. Енді арнайы құймақ пісіретін табаға осылай кішкене май құйып жақса болады. Біздің қамырымызды салып, екі бетін жақсылап пісіретін боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Кәдімгі құймақ пісіргендей екі бетін жақсылап пісіріп шығамыз. Бізде қамырымыз өте әдемі болып шығады. Жаңағы жыртылып кетпейді, жабысып қалмайды, ешқандай пісіру барысында ешқандай қиындық тудырмайды. Мен арнайы барлық жаңағы құймақтарымызды пісіргенін барлығын осылайынан салып қойдым. Видеоға тездетіп, жақсылап қарап шықсаңыздар болады. Барлық пісу барысын салып қойдым. Ешқандай қиындығы жоқ, оңай әрі тез піседі. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын. Осындай қара болып тұрады шеттері. Оған қорықпаңыздар, ол піскен, құрамында какао болғандықтан солай болып тұр. Енді кремін жасаймыз. Креміне қажетті заттар бізде клегей қажет болады. Клегей бізде салқын болу керек. Кемінде 24 сағат бойы тоңазытқышта тұрған болу керек. Соны енді ең алдымен жаңағы миксердің жайынан бастап кішкене көбейтеміз. Одан кейін үстіне қант ұнтағын салып, тағы да кішкене миксермен өткізетін боламыз. Мына осылайынан біздің клегейіміз қоюланған кезде үстіне сүзбелі ірімшігімізді саламыз, яғни творожный сыр, сливочный сырды да қолданса болады. Енді тағы да бір 30 секундтай миксермен өткіземіз. Біздің креміміз осымен дайын. Өте тез және бұл крем бізде өте дәмді болып шығады. Мінекей қараңыздар, осындай болып шығады. Видеода көрсеткендей жасасаңыздар болады және басқа да крем қолдансаңыздар болады. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Менде 21 диаметрлі кольцо. Құймағымызды салып, жаңағы кремімізді бетіне осылайынан видеода көрсеткенде жағып шығамыз. Біздің құймақтарымыз міндетті түрде суыған болу керек. Егер жаңағы тез суымай жатса, оны біртіндеп жайып қойсаңыз, біздің құймақтарымыз тез суитын болады. Сонда біздің тортымыз жаңағы әдемі болып шығады. Егер ыстықтай салсаңыздар, кремі езіліп, тортымыз дұрыс шықпай қалады. Соны да ескере кетіңіздер.
Енді тортты осылай қалай видеода көрсеткенде жинасаңыздар болады. Бір кремін толығымен құймақтың бетіне жағып шығасыздар. Дәл осылайына. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Міндетті түрде кольцомен егер жинасаңыздар тортты, бізде тортымыз жаңағы біркелкі домалақ әдемі болып шығады. Бірақ ол міндетті емес, кольцосыз да жинауға болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мінекей тортымызды жинап та болдық. Енді ақырын жаңағы біздің кольцомызды шешіп, одан кейін шеттерін бізде қалған креммен жақсылап видеода көрсеткендей әдемілеп жағып тегістеп шығамыз. Мінекей достар, осылайынан әдемілеп бір тегіз қылып видеода көрсеткендей жасап шығамыз. Енді тортымыз дайын болып қалды десек те болады. Енді бетін әсемдейміз. Менде осындай M&M's шоколадтары бар екен. Кішкене ерекше болсын деп соларды қойып жатырмын. Сіздер қалауларыңыз бойынша шоколадный ганаш болмаса шоколадтың өзін үкіштен өткізіп салсаңыздар да әдемі көрінеді. Барлығы өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Мінекей біздің тортымыз дайын. Осы дайын болғаннан кейін 2-3 сағатқа тоңазытқышқа қойсаңыздар, кремдері сіңіп, әдемі дәмді болатын болады. Бірақ та біз оған шыдамадық. Сразу кесіп, осылайынан жаңағы жеуді шештік. Себебі өте дәмді торт, сондықтан біз шыдамадық, сразу кестік. Соның өзінде біздің тортымыз өте дәмді болып шықты. Егер сіздер видеоны соңына дейін көрсеңіздер, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.